Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 6 сынып 5-те 3 сабақты өтеміз. Сондай-ақ 905-тен 924-ге дейінгі есептерді шығарып көрсетемін. 905-ші тапсырма. Берілген сан аралығын оқыңдар. Бірінші, 7 және 15 сандары берілген, оны біз былай оқимыз. 7-ден 15-ге дейінгі аралық. Екінші, -5 және 5. Бұл жерде квадрат жақша тұр. Квадрат жақша болған кезде -5 саны мен 5 санын қоса алған -5-тен 5-ге дейінгі аралық деп оқимыз. Үшінші, 6-дан плюс шексіздікке дейінгі аралық. Төртінші, минус шексіздіктен 9-ға дейінгі аралық. Бесінші, 2-ні қоса алғанда 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Алтыншы, 0-ді қоса алғанда 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі 906 тапсырма. Сан аралығын координаталық түзуде кескіндеңдер. Бірінші, -3 және 5. Бұл жерде квадрат жақша болған үшін біз домалақтың ішін бояймыз. Егер кәдімгі өзіміздің жақша болатын болса, домалақтың іші боялмайды. Екіншісіндегі мысалға қараймыз. -1 және 8. -1-дегі жақша кәдімгі өзіміздің жақша, ал 8-дегі квадрат жақша. -1-ді домалақтап қоямыз, ал 8-ді біз домалағын ішін бояп қоямыз. Яғни бұл жерде -1-ден 8-ге дейінгі сандар деп тұр. Ал квадрат жақша деген 8 санды қосылады деген сөз. Үшінші, -5-тен 0-ге дейін. Төртінші, 0-ден 8-ге дейін. Бесінші, минус шексіздіктен -4-ге дейін. Алтыншы, -9-дан плюс шексіздікке дейін. Жетінші, минус шексіздіктен 5-ге дейін. Сегізінші, -5-тен плюс шексіздікке дейін. Келесі 907-ші тапсырма. 5-те 13-ші суретте кескінделген сан аралығын белгіленуін пайдаланып жазыңдар. Бірінші, бізде -6 домалақ іші боялған, ол бізде төртбұрыштық квадрат жақша деген сөз. Ал екінші бізде 3,7 домалақтың өзі іші боялмаған, ол бізде кәдімгі өзіміздің простой жақша. Яғни төртбұрыш жақша -6-дан 3,7-ге дейін простой жақша, осылай жазамыз. Келесі 2,7-ден 1-ден 11-ге дейін екеуі де боялған, екеуі де квадрат жақша болады. Үшінші, -80-ден -3-ге дейін. Төртінші, -7-ден 2,5-ға дейін. Бесінші, -2,2-ден 1-ден 3-ге дейін. Алтыншы, -1,3-ден 1-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі 908. Мына теңсіздіктердің шешімдерін сан аралығымен жазыңдар. Бірінші, x-тен x үлкен 7,5-тен, яғни 7-ден үлкен сандар дегеніміз ол 7-ден 7,5-нан плюс шексіздікке дейінгі сандар. Екінші, y кіші 3-тен, яғни 3-тен кіші сандар. 3-тен кіші сандар ол 3-тен минус шексіздікке дейінгі сандар. Келесі, үшінші, m үлкен және тең -3. Бұл жерде тең дегеніміз, яғни сол санда кіреді деген сөз. Ол бізде квадрат жақшамен белгіленеді. Яғни -3-тен үлкен деген плюс шексіздікке дейін. Келесі, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші есептерде дәл осылай орындалған. Қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі тапсырма. Берілген сан аралықтарының тиісті атауларын интервал кесінде сәуле жартылай интервал жазып кестені толтырыңдар. Біздерге сан аралығының белгіленуі берілген, және де сан аралығының атауын біз табуымыз керек. Мысал ретінде бірінші, минус шексіздіктен 3-ге дейін. Бұл бір саннан қандай да бір шексіздікке дейін деп жатыр. Бұл бізде егер параққа сызып көретін болсақ, сәуле сияқты ұзын сызық болады. Екінші, -3-тен 2-ге дейін, яғни екеуінде де бізде квадрат жақша тұр. Яғни -3-тен ол да кіреді деген сөз, сол жерде тоқтайды деген сөз. Сол үшін бұл бізде кесінді болады. Үшінші, -7-тен 0-ге дейін ол бізде интервал, ал -4-тен 2-ге дейін ол жартылай интервал болады екен. Келесі тапсырма 910. Бірінші, -3-тен 2-ге дейін, екінші, -5-тен 1-ге дейін, үшінші, төртінші сан аралықтарына тиісті бүтін сандарды жазыңдар. Яғни, -3-тен 2-ге дейін дегеніміз ол -2, -1, 0, 1 деген сандар кіреді. Яғни -3 және 2 жатпайды, тек қана соның арасындағы сандар жатады. Ал -5 және 1 деген сандардың арасына -5-нің өзі де 1-де кіреді, өйткені бұл жерде бізде квадрат жақша тұр. Сонда -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 деген сандар жатады. Үшінші, төртінші есептерде дәл солай орындалған. Келесі 911. Бірінші жәшіктегі мандариндердің саны екінші жәшіктегі мандариндер санынан 25%-ке артық. Бірінші жәшіктен 6 мандаринді алып, оның жартысын екінші жәшіктегі мандариндерге қосқанда, екі жәшіктегі мандариндер саны 1-де болады. Алғашқыда екінші жәшіктен неше мандарин болған деп тұр. Бірінші жәшікте бізде 1,25x деп аламыз. Ал екінші жәшікте біз 1 деп аламыз, өйткені
белгісіз, иә. Енді біз осы бірінші жәшіктен 6 алманы алып тастайық. Сонда 1,25x азайту 6 тең болады 1x дегеніміз екінші жәшік қой. Оған 6-ның жартысы, яғни 6/2 қосылды. Енді осының теңдеуді орындаймыз. 1,25x минус x, яғни x-тарды бір тарапқа, сандарды бір тарапқа жинаймыз. 3 плюс 6. 0,25x тең болады 9-ға. Енді x-ті табу үшін біз 9-ды 0,25-ке бөлеміз. Ол 36-ға тең болады. Яғни жалпы бізде 36 мандарин болған екен. Келесі 912. Шақшаларды ашып ықшамдандар. Бірінші 8-ден 5x минус 4-тен 1x плюс 12-ден 1y плюс 3-тен 1y деп тұр, иә. Енді бұл жерде біз x-терге және де y-терге ортақ бөлім тауып алайық бірінші. 8 мен 4-ке 8 ортақ бөлім 8 болады, ал 12 мен 3-ке ортақ бөлім 12 болады. Енді 8-ге 1-ден 4-ке 2-ден береміз, 12-ке 1-ден 3-ке 4-ден береміз. Осылайша бөлімдерін көбейтіп шығамыз. Сонда 5-тен 2-ні азайтсақ 3 болады, 8-ден 3x, ал 1-ге 4 қоссақ 5 болады, яғни 12-ден 5y болады. Яғни жауабы осылайша 8-ден 3x плюс 12-ден 5y болып қалады. Екінші, үшінші, төртінші есептерде дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 913 тапсырма. Бірінші минус 4, минус 2, минус 6, 0, 7, 9, 3, 8, 4 сандарының қайсысы минус 3 және 8 жарым аралығына тиісті, қайсысы тиісті емес. Бұл жерде минус 3-тен үлкен және тең, және де 8 жарымнан кіші және тең сандар жатады. Олар минус 2, 0, 7, 8,4 деген 8 және 4 сандар. Келесі екінші минус шексіздіктен 4,8 аралығында жататын сандар. Ол бізде 4,7, минус 3,2, 0, 2,6-дан 5 және минус 4 сандар екен. Келесі 914 тапсырма. Мына қос теңсіздіктердің шешімдерінің жиынын координаталық түзуде кескіндеп сан аралығын белгілеп көрсетіңдер. Бірінші 4 жарым және де 2. Екеуі де бізде квадрат жақша болған үшін домалақтың ішін бояп қоямыз, иә. Минус 4 жарымнан 2-ге дейінгі сандар. Екінші минус 8-ден 3-ге дейінгі сандар. Бұл жерде 3 жатады, бірақ минус 8 жатпайды, иә. Сонда минус 7-ден бастап 3-ге дейін болады. Үшінші минус 9,3-тен 1-ден 5-ге дейінгі сандар. Оны координаталық сызықта осылай белгілеп қоямыз. Төртінші, бесінші, алтыншы есептерде дәл осылай орындалған, қарап тексеріп алсаңыздар болады. Келесі 915. Кестедегі берілген сан аралығына тиісті ең үлкен бүтін санды, ең кіші бүтін санды тауып, кестені толтырыңдар деп тұр. Бізге сандар аралығы берілген және ең үлкен бүтін санды да табуымыз керек, ең кіші бүтін санды табуымыз керек екен. Бірінші, минус 10 және 8 сан арасына жататын ең үлкен бүтін сан ол бізде 8 саны. Ал ең кіші бүтін сан ол минус 10 саны. Екінші, минус 2 мен 8-дің арасындағы ең үлкен бүтін сан 7, ал ең кіші бүтін сан минус 1. Үшінші, минус 3 пен 3-дің арасындағы 2, ал ең кіші бүтін сан минус 3. Минус 5 пен 4-дің арасындағы ең үлкен бүтін сан, және ең кіші бүтін сан минус 4. Келесі 916. Бірінші, минус 1 және 3 кесінді мына сан аралықтарының қайсысына жатады? Минус 4 және 9, әлде 4-тен плюс шексіздікке дейін. Минус 1 және 3, әрине бізде ол минус 4 және 9 аралығына жатады. Келесі екіншісі, минус 5 және 5 кесіндісі 7 мен 7 сан аралығына жатады. Келесі 917 тапсырма. Сан аралықтарын координаталық түзуде кескіндеңдер. Бірінші, минус 1,5 және де 3,5. Координаталық түзуде біз ең алдымен түзуді сызып аламыз, одан кейін минус 1,5 домалақпен белгілейміз және 3,5-ті домалақтан белгілеп, ортасын осындай сызықпен сызып қоямыз. Осы аралық бізде координаталық аралық болады. Екінші, үшінші, төртінші есептерде дәл солай. Келесі 918. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 1,4 есе ұзын. Оның ұзындығының 20%-ке кемітіп, енін 20%-ке артырғанда периметрі 3,2 см-ге кеміді. Тік төртбұрыштың алғашқы енін табыңдар. Бізге ұзындығы және ені берілген. Оны біз 1,4а минус 20%, ал енін а плюс 20% деп жаза аламыз.
Ал периметр бізде 3,2 см табуымыз керек. Ең алғашқысын оны А деп белгілеп алайық. Енді бізде периметр тік төртбұрыштың периметрін табу формуласы P тең 2А көбейту А плюс Б, иә? Енді осыны орнына қойып шығамыз. P тең 2 көбейту 1,4А плюс А тең 2 көбейту 2,4А, ол тең болады 4,8А. Енді 1,4А 100% деп алсақ, x-ті 80% аламыз. Енді x-ті табу үшін 1,4А-ны 80-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Ол тең болады 1,112А-ға. Енді бұл 1,112А ұзындығын 20%-ге кеміткенде, А 100%, x-ін 120%. X тең А көбейту 120 бөлу 100, ол тең болады 1,12А-ға. 1,12А енін 20%-ге арттырғанды деп тұр. Оны біз 2 көбейту 1,12А плюс 1,12А деп аламыз. Ол тең болады 2 көбейту 2,32А-ға. Ол тең болады 4,64А-ға. Яғни алғашқы оның саны 20 см болған екен. Келесі тапсырма. Бірінші -1 4 интервалы -3 плюс шексіздікке әлде -шексіздіктен -4 сан аралықтарының қайсысына жатады деп тұр. Бірінші сызып алайық, -3, -1, 4-ті жазып аламыз. Енді -1 және 4 интервалы -3 және плюс шексіздікке дейінгі сан аралығына жатады екен. Екіншісі -7 мен 8 интервалы -10 және плюс шексіздікке дейінгі сан аралықтары жатыр. Келесі тапсырма 920. Мына қос теңсіздіктердің шешімдерінің жиынын сан аралығымен жазыңдар деп тұр. Бірінші 2 кіші және тең x, ал x кіші және тең 8, бұл дегеніміз 2-ден 8-ге дейінгі аралықта жатыр деген сөз. Кіші және тең дегеніміз ол квадрат жақша болады. Екінші -9 кіші y-тен, кіші және тең 0-ден. -9 кіші болған үшін тек қана біз өзіміз білетін жақша, бір жақша, ал кіші және тең егер екі зат болатын болса, онда квадрат жақша болады. Үшінші -3 кіші y және 5-тен, -3-тен 5-ге дейінгі аралықта жатыр деген, -2 кіші x-тен, кіші 7-ден, -2 мен 7-нің арасында деп жатыр. Келесі 921. Координаталық түзуде кескінделген x сандарының жиынын қос теңсіздікпен және сәйкесінше сан аралығымен жазып, кестені толтырыңдар деп тұр. Бізге сандар жиыны x деп берілген, ал қос теңсіздікпен сан аралығымен біз табуымыз керек. Енді теңсіздік ретінде біріншісін біз -5-тен, -5 кіші x-тен, кіші және тең 6-дан деп жазамыз. Өйткені 6 бізде домалақ іші боялып тұр. Бояулы болған үшін ол тең дегенді білдіреді. Ал енді сан аралығы -5-тен 6-ға дейін. Біреуі простой жақша, екіншісі квадрат жақша болады. Екінші, үшінші, төртіншісі дәл осылай орындалған. Қарап тексеріп алсаңыздар болады.